Ассалаумағалейкум автосүйер қауым. Міне мен Астана аренаның алдында тұрмын. Иә, Астана қаласында, Нұрсұлтан емес, Астана қаласында біз бүгін сіздер мықты контент дайындағалы жатырмыз. Құдай қаласа жұлдызды шолуда бүгінгі қонағымыз, сіздер көптеп сұрадыңыздар. Біршама адам комментарий жазды. Осы Мадияр Пернебай қашан болады, Мади қашан болады. Міне сол күнде жетті. Бүгін бізде жұлдызды шолуда қонақта Мадияр Пернебай. Кеттік! I'ma give you something that you can't forget. Put the price up, baby, add the tax a bit. Know you saw the comma, thought it was an accident. Well, it wasn't. It's about time, the kids buzzing. I'm trying to get a peek in the elevator. But if we talking peaks, I need mine like the Himalayas. I'm talking yay high, man, I never had a vertical limit. I ain't seen you put in work in a minute. I gotta put on for the family, that goes for every person that's in it. Used to scrape by, working as a service attendant, till I got more. Bitch, I ain't comfy, I need the top floor. Doing anything to get that spot for. Что за лев этот қасқыр дейтіндей міне серый волк деп аталған. Ассалаумағалейкум. Қалай жүрсің? Қош келдік, брат. Прям осыны көру үшін ат шаптырып Алматыдан келдік. Оқырмандар саған екен. Оқырмандар өзің жібергенсің ба, өздері келген ба? Ондай жоқ негізі. Серый волкты көргіңіз келеді, серый волкты көргіңіз келеді деді ғой. Ал тізгін өзіңде. Бүгін мен негізі сөйлемей-ақ қойсам да болады. Алдында Маргомен түсірген кезде сен неге сөйлей бересің, Маргоны тыңдағымыз келеді деді. Сөйлемесе не істеймін адам? Енді бүгін мен сөйлемейін деп тұрмын, құдай қаласа. Мади, тізгін өзіңде. Ассалаумағалейкум. Мінекей бүгінгі проектке қош келдіңіздер. Жалпы негізі сразу айтып кетейін, бұл андай жұрттардың блогерлердің машинасы сияқты андай бірден салоннан алынған көлік емес, бұл негізі проекттегі машина. Бұл негізі шұрытта жатқан едім деп. Әлі уақытқа дейін кішкене жаңа жасайтын жерлері бар. Негізі проекттің бел ортасынан түсіп тұрсың ғой, сен әлі бітпеген проект. Адамдар қазір бірден біледі ғой, минустарын іздеп, мына жер мынандай екен деп айтпай ақ қойыңыздар. Мақтанбаймын, сразу айтып қояйын. Бұл проект жасалып отыр, әлі уақытта тағы жасалады деген сияқты ғой. Егер осындай міне көлік осы Приора қызық болатын болса, міндетті түрде Мадиярдың өзінің YouTube каналы бар, сол жаққа өтіп, ары қарай жалғасы қалай болады екен көріңдер. Ал біз қазір бел ортасына дейін не жасалды, соның барлығын тамашалайық. Қазірден бастап айтып кетейін, негізі мақтанғаным емес, дәл осы күнге дейін, уже 2 жыл болды ма, 2 жылда дәл осы проектке көзге көрінетін дүниеге 2 миллион теңге құйылған. 2 миллион теңге. Негізі Приора бір ғой, бұл негізі 2 қылып жасалынған. Алдын айтатын болсақ, бізде мінекей мынау безлоготиппен сот решеткалар, полный глянцевыйға. Негізі машина антихром стилінде жасалынған. Хром детальдер аз деген сияқты ғой, барлық хромдардың бәрін черныйға ауыстырған да. Не, бұл пленка ма или покраскамен бояғансың ба? Заводскімен солай шыққан. Өйстіп алып решетка салғансың. Солай. Сосын негізінде баста хит болып жүрген, ана светящий дейтін қазір жанбай қалды, қызық қылмай қалды ма, жанатын болған, осыны салдық. Видеоға түсірсең номер көрінбей қала ма, қатты жанып тұрады да. Түсінде көрінбей қалады. Сосын және де бізде мынау Губа Барс деп айтылады, сплиттер. Негізі Қазақстанда көп негізі адамдар түсіне бермейді. Бұны бірақ Россияда көп адамдар алады. Көп адамдар приоритетіне обязательно қойып алатын дүние. Қандай да Губаны? Мен өзім негізі ладаларға қатты қызықпайтын адам, американистерге қызығатын болғаннан кейін, мен үшін де бүгінгі сенің шолу жасағаның кішкене өзіме бір андай ашу болайын деп тұр, открытие болайын деп тұр, сол себепті. Білмеген нәрседен біліп десей. Мен мына Губаны мысалы бұрында ойлайтын анау спорт нелер көремін ғой, кинолар, мысалы форсаж секілді. Сол кезде мынау біріншіден әдемілік үшін, екіншіден бамперді сырмаш үшін қойып қоятын нәрсе деп ойлайтын. Негізі бар ғой, Губа самурай дейтіндер. Осы сырылсын депші. Бұл сырылса кішкене жалқы сәлін. Мынаның өзі қымбат тұрады. Және де фарлар бізде жаңағы. Қанша тұрады Губасы? Мынау примерно 20 мың ғой. 20 мың теңге. Негізі өзім айналсам, бұл енді дүниелермен ше. Өзім дүкені бар негізі. Сатып, істеп сала бересің. Если что, менен ала беріңіздер деп қояды дейді. Сосын мына жерде фара, бұл жаңа ободок черныйға боялған. Негізі көп адамдар ойлайды. Хром черныйға боялған. Анау негізі ойлайды, жаңа отражениеге неге влиять етпей ма деп ше. Бұл ешқандай несі жоқ, просто отражатель өзі жарық бере береді, мынау үшін просто сән үшін ғой. Серия черный болғандықтан. Сондай төмен жақта бізде өзінің заводской туманкасы, просто лед лампочкалар салынған. Негізі алдағы уақытта бұл да өзгертіледі кішкене. По-моему, алдын айтылатын дүние осы. Басқа не айтамыз? Приора екінің өзінің бампері. Жалпы сырты алған күйі осылайынан тұр. Ештеңе салған жоқсың. Әлі покраскаға уақыт келеді, кейін оны істеп жатамыз. Мүмкін ойлап қоямын, пленка жабыстырам ба деп сен. Пленка ма? Болды ба? Қалай екен? Аракалға барасың, құдай қаласа өзім скидкасын кесіп беремін ғой, жақсылап тұр. Мойка-пойкада жылтып кетпей ме деп қорқамыз анда-санда айтады. Мен негізі пленка айта кетейін, мысалы сен не істеген келіп жатыр, жабыстырған келіп жатыр. Камераға жабыстырған кезде мен білмедім шыны керек андай. Пленканы да өзім таңдадым. Ал негізінде пленканы мысалы жасататын жерге барсаң, бір жерге барсаң, олар жасап жүрген пленканы алып беру керек екен негізі. Ал мен андай. Сен ал өзің алып барасың. Мен детейлингпен келісіп қойдым да, бірінші олар істеп береміз деген детейлингпен. Сосын пленканы өзім Ресейден алдырттым ғой. И мен более премиальный пленка болсын деп
130 микрон ұратын андай қалың пленка алдырыпты да, чтобы ол андай бронепленка сияқты сырылғандарды бәрін қорғасын деп ше. Сөйтіп алған едім, аналар қиналды кетті, ойбай тартылмай жатыр деп, сосын фенмен қатты қыздырып қойып, в общем, негізі ана жерде детейлингтің кінәсі жоқ, менде кінәм жоқ, пленканың да кінәсі жоқ, жалпы кінә систематикада болып тұр ғой. Оказывается, пленканы жасап жүрген, мысалы, біреулер текпраппен жасап жүреді, барып соларға текпрап жабыстыру керек. Біреулер аракалмен жұмыс істей ма, барып аракал жұмыс жабыстыру керек екен да. Айтады ғой, шымшық сойса да қасап сойсын дейді ғой. Сол үшін саған кеңесім, пленка жабыстыратын болсаң, өкінбейсің деп қоясың ба? Так, одан кейін кезекте бізде көздің жауын алатын әрине бұл титановый дисктер. Кім Том Фордтың айтқан сөзін айта кетші осы жерде. Дисктің, вообще жалпы машинаның 80% әдемілігін беретін ол бізде диск. Одан кейін покраска, одан кейін номер. Жалпы бұл диск негізі Қазақстанда көп кездесе бермейтін дисктердің бірі. Қателеспесем, Қазақстанда 3 ақпа 4 ақпа көлікте бар. Осындай диск, иә? Иә. Бұның өзі арнайы Ресейден заказ беріп алынған дисктердің бірі. Қаншасы размер? 17-лік размер. 205 ширина. 17-нің өзі приораға бір 20 сияқты көрінеді, андай прям үлкен бүкіл несін аркасын бәрін жауып тұр, иә? Мынаның өзі мысалы кейде развороттарда тиеді крылға ше. Ғырт дей ма? Жүрегің ауырады. Бірақ енді красота требует жертв дейді ғой. Қатты емес па? Негізі салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мысалы, приора дейтін көбісі торс алады ғой. Торс қарағанда қатты, бірақ рельске қарағанда жеңіл ше. Жеңіл. Рельс деген бар ғой, жоспар болшы. Жеңілдеу да? Бұның бір жаза болған жерім, қанша ямы ұстасам да, короче, майыспайды екен да, потому что неден бәрі бір-біріне жақын орналасқан ғой. Анау бөлінген жерлердің бәрі шоқтарында. Сол себептен бұл майыспайды екен да, негізі бірақ әдемі көрінеді екен кәдімгі. Мен потолок. Иә, потолок натяжной деп қосатындар ғой комментарийде. Жалпы мынандай нені дисктарды приорадан көп көрмеймін. Максимум анау BBC-ді салады, там тағы бір нәрсені салады, мынандай прям мынандай. Анау қудыртылған. Негізі приораның аурулар бізде көбінесе шымкентте байқаймын, бәрі торста болады. Торс жасайды маған қаншама айтқан адамдар бар негізі. Бірақ біреуден қайталағың келмейді ғой. Ерекше да. Негізі проект жасаған кезде, егер араларында проект бастап жатқан адам болса, бір ана қарап тұрасың машинаға, менікі осы ерекше болсыншы дейсің. Өйткені бәрі салған нәрсені сала берсең, одан қызығушылығы болмайды, ерекшелігі болмайды. Адам өзіңе қызықтап тарта алмайсың да, оны көріп қалған нәрсені. Адам көрмеген нәрсені істеген кезде, сонда айтатын нәрсе мынандай есе, жақында қойдым ше, өзім видеома салған жоқ. Жабыстырдың ба? Міне бізден бірінші рет көріп тұрсыздар. Двухсторонний скотчқа ма или өзінің несі болсын? Серый черный дегенім ғой. Сосын автозерик па, ішіне кіріп көтереміз ба? Жоқ, айта берейік общий, сыртын айтып шығайық, сосын ішіне кіріп. Сыртын не жоқ, алда уақытта негізі парктар қойылады, ана AVS ше, дәшке қылып. Негізі кейін көре жатамыз. Subaru қойғаламын десе, короче. Мына жер тұра ма? Андай. Андай қойсын. Таксидегі деген кнопканы басып қанатын шығарып шығып көте салады. Артынан не жерді шығарып, аэропорттан секіресің ба? Все, міне, негізі қанша болып тұрып жатыр мына машиналар негізі? По-моему, мен негізі алған кезде 1,5 миллионға алғам. Қазір мынандай машина білмеймін, 2,5-3-тің арасында бағалаймын. Өзің 2 миллион салдың, соңғысында өз бағасы осындай деп айтасың ғой. Мен бірінші доказып өтіріп алайын, сосын көреміз ғой, қанша қосқан, сосын есептетеміз. Неге сұрап жатқанында ғой, сатсай деп ше. Пленка сразу үстіне миллион қосып жібереді ғой. Сондай ше. Негізі осындай көлік немесе басқа көлікмен интеграцияны айта кетейін. Іздесеңіздер, біздің Майкар KZ-тің қосымшасын жүктеп алыңыздар. Ол прям экосистема. Прикинь, сен онлайн дилерство деген естідің ба? Естімедім, иә? Қараңыздар, бізде Cherry'дің дилері ғой, Майкар KZ. Cherry машинасын сен телефонынан отырып, онлайн бүкіл құжаттарды толтырып, үйіңе заказ бере аласың, прикинь. И машина сенің атыңа аударылып, прямой үйіңнің есік алдына кілтін беріп кетеді. Үйде отырып. Жүктеп аласың айтқан да? Дәл қазіргі сәтте Cherry ғана компаниясымен келісімшарт бар сондай. Болашақта Майкардың қосымшасындағы қандай машиналар бар, объявленияда ше, солардың барлығын немесе жаңа дилер Hyundai болсын, басқасы болсын, сөйтіп үйлеріңізге ала алатын функция қосылған жатыр. Қазақстанда бірінші, жалпы Орта Азияда бірінші, және де әлемде алғашқылардың бірі болып сондайды. Рахмет, біліп жүретін боламыз. Жалғастырайық. Арқасынан ермесақ, бізде көздің жауын алатын бұл әрине спец антенналар. Көп адамдар сұрайды, мен негізі қайдан алдың, мынау сатасың ба деген сияқты. Бұл негізі мен бірінші қойған кезде бұндай машина көп машинадан байқамаған. Бұл негізі полиция қызметкерлерінің жүретін рацияның антеннасы. Просто ағам мейде жұмыс істеген екен, сұрап ала салған ғой екеуін. Ағаң аты кім деп шығысты. Өзі секрет. Айтпас қайсар деп қойды. Сосын келесі бізде лип спойлер. Бұл енді кез келген көлікке салына беретін нәрсе ғой. Одан кейін мен өзім ауыстырған міне антихром, негізі бұлар заводтан хром алып шығатындар ғой. Черныйға ауыстырған. Бояттың ба или пленка жабыстырдың ба? Жоқ, бұның бәрі негізі заводской краскілер ғой. Заводской, просто алдында ауыстыра салды. Ол иномаркілер ғой, боятып пленка жабыстыратындар біздікі. Өзің кім құртпай. Сатып алып аласың ғой. Бұған бушный запчасть салмайсың ғой оған. Көп нәрсе кетпейсің ғой. Сосын надпиштер, тағы не айтамыз? Қандай ма? Бір антихром істегеннен кейін ше,
бүкіл нәрсені қарағыла бергің келе ма андай сыртындағы. Ана хромдарында мынада неге істегім келгенше бірақ ұят болып қала ма деп білесің. Мынаны тонировать етуге желание болмады ма? Қап-қара қылып. Оны тонировать етсең көрмей қалған сияқты ма күндіз фарың ше. Лучше мынаның өзі нормально. Сонымен жетеді. Тағы да не айтамыз? Мынау әдемі екен. Негізінде ана адамдар ше андай багажға бір қаппен ұнтаған кезде багажын сырғымау үшін деп қояды ғой антифарактың ше. Сен әдемілік үшін қойдың ба? Әдемі үшін қойдым. Бірақ өйтіп қатты сала бермеймін дейсің ғой көп нәрсені. Сала бермейсің ғой. Дай көрейік не салатыныңды, жүкті ашып жүк көрмей қойықшы. Келсек та десе. Так, қанша болады ставкасы? Гаидегі ағайдан сұраймыз ба? Өзің аш, мен ашпай ақ қойайын. Бірінші өзім көріп алайын. Өзің көріп ал, дай. Қарамай тұра тұрайық. Өзі көріп тазалабасың көріп. Аша береді екенбіз. Аша беретін екенбіз. Мына аштық. Арқасында бізде Өзі кішкентай багажникке мынандай сабвуфер салып алғансың. Бұның өзі кішкентай негізі ше. Кішкентай болса ма? Бізге жетеді негізі, бірақ алда уақыт көреміз ғой. Бұл не андай Pride па, кино ма, қалай? Жоқ, бұл Infinity динамик, бірақ усилителі King's Audio. Нормально беріп қояды ше. Жақсы бере ма? Жиналған ғой. Қаншаға шықты негізі мына аудиосистеманы қою? Короче, буфердің өзі 100 мың. Аяқтағы алдындағы музыкалар, жаңағы Pride, Podium, усилитель кабельмен бірге. Музыканың полный бәріне 300 мың кетті ғой. 300 мың кетті. Буферден бөлек. Буфермен қосқанда 400 болады. 400 болады. Короче, алғанда бір Жигули салып жіберген ғой. Шайқасқа қатысатын бір девятканы салып жіберген ғой. Сосын мынаяқтан майда шетеді. Коробкалар ғой жаңағы қорықтары. Неме антифриз керек болып қала ма деп алып аламыз. Ладамен жүрген екен мына нәрсе всегда запаста жүреді ғой. Антифриз, май, доливка дейсің ғой бір нәрсе. Ондай емес сен шлейк. BMW-ны айтып кеттің. Шакешидің машинасын айтып кеттің ғой деп сондай. Та не айтамыз? Болды сол. Сол жүк салғанша қанша мына сияды ғой, өзіңе жетеді ғой негізі. Жетеді негізі. Сабвуфер салатын адамдар түсінбеймін, мен андай кішкентай балам болғаннан кейін мен коляска салам, ананы салам, мынаны салам. Сол үшін мынандай бақыт маған бұйырмаған екен. Егер бұл бақыт болса. Сол үшін егер әлі үйленбеген болсаңыздар, бойдақ болсаңыздар, тәсілет мынандайды қойып, андай салта деп Астанадағы қыдыратын жерде айтады. Алматыда Восточкаға барып, қойып қойып, салам алейкум. Қандай өлеңді тыңдайсың негізі? Негізі мен былай өзім наушникпен жүретін болсам, қазақша, орысша, жаңағы Джонни деймін ма, Қайрат өзіміздің Төреғали. Мына буфермен тыңдайтын болсам, не қоямын десе короче. Дэң дейтін ғой, короче. Анда ремикстер, Қайраттан тастап қоймайсың. Сосын диффузор. Әдемі екен. Одан кейін мынау бізде негізі катафот. Негізі көп адамдар болған жерге не қойып алады, гулшап қойып алатындар бар. Жоқ, катафот әдемі көрініп тұр негізі. Мына Мади Партроник. Өзің орнаттың ба? Өзім орнаттым. Керек болды, камера бар ма жоқ па? Камера да бар екен. Задний камера бар. Қазір ішіне кірген кезде тағы қызықтар болайын деп тұр ғой, камера. Будущем еще завоз қою керек отыр ғой. Короче айтқанда потолок приораны істеп жатырық қой, жайлап. Арқасында айтатын осы. Негізі көбісі айтады, глушак салмайсың ба деп ше. Глушакты да көреміз негізі алдағы уақытта. Прямо дауысымен кәдімгі не хуже, чем аямға ғой. Ішіне кірмес бұрын мына жерде мен бірдеңе ұмытып кетіппін. Негізі есіктің араларындағы қара наклейкалар. Сондай-ақ абишумка. Негізі кез келген музыка жинайтын адам есіктен абишумка қояды. Ал менде полный 2 слой бар. Ал енді кіре берсек болды. Бүкіл жер тексерусің ба? Ал пісімілі деп міне ішіне отырып жатырмыз. Сразу бұл жерде негізі көп адамдардың көзіне түсетін бұл руль. Kia руль деп айтамыз. Kia Optimanka. Өзім бәрін полный жинап салғам. Бірақ уже жайлап кожалар ассалаумағалейкум отыр. Бұны қайттан обновить ету керек. Сосын тағы не бар? Щиток. Как елу-бескі сияқты медленно жанатын. Светтер медленно жанады ғой. Қайтадан көрсетші камерасын. Нелер сияқты ғой, елу-бес бетте. Есті сәл-сәл. Көліңке түсіп. Көліңке сөйлейін ба? Давай. Короче, бүйтіп неған кезде бірінші стрелкалар, одан кейін сандар жанады. Құдайым. Ондай тек Майкл Джексонда именде ғана. Сосын тағы да не айтамыз? Обшитый торпеда. Приора 2-нікі. Негізі Приора 1 ғой, Приора 2-нікі салғам. Детальдерін бәрін карбондап отырмын жайлап. Бұны алда уақытта тағы да бітіреміз. Никельдерін бәрін карбондауымыз керек. Жабыстырылсын пленка. Сосын планшет 7 дюймді. Мынаның өзі 50 мың қылы сондай ғой. Бұл негізі особо маған қатты керек емес. Музыка основныймен мынада ойнайды. Пионер последний модельдер. Android бар ғой? Сон Android бар. Қосып та ме арды кино көре бересің. Неге бары. Не ол байқарсың. Киноның потологы арқасында таза көресің. Мынау бізде музыканы қатты шығаратын последний модельдегі пионерлер. Бұл негізі адамдар көп сөйлейді. Китайский деп бұның өзі 150 мың теңге тұрады қазіргі таңда. Пионер ма? Мен 150 мың алғам. Қазір қымбаттап кетпесе екен.
Осы музыканы әкеліп шығарып тұрған сол ғой. Мынау әдемі екен. Веста стилінде КПП ручка. Мынау неге жанатын ше? Мен просто өзім суырып қойдым. Ауысатын ау кожный аты келеді мынау көрмеш. Сол кезде қайтын жақып қойсың. Иә, қайтын жақып қоямыз. Сосын мына пульт не екен деп қызықтырып жатқан жоқ па? Қызықтырып отыр не ол? Свет жанатын ол ішінде. Бұл пульт негізі айтады ғой, атам қазақ айтады ғой. Потолок болсын деп ше. Вот. Құдайым-ау, мында звездный небо ғой. Звездный небо. Бұл негізі әттең ай дейтіні анау түспейді екен, бүйтіп ұшпайды екен. Ұшпайды екен Rolls-Royce сияқты. Бірақ бүйтіп үстін ауыстырып отыра бересің. Қызылжазы сары қылып. Сонда телефонмен де істей бересің болады. Блогер болғысы келіп, или бір салып алып чика-пикаларды сторис түсірген дейтіндерге арналған. Бүйтіп прямо эфирде машинада отыра беретін сияқты. Ана потолок көрсетіп. Өзіңді Rolls-та сезін деп па? Подбородығын көрсете беретіндерге арналған екен. Сосын не айтамыз, негізі потолоктың өзі алькантара. Өзім жақтырған бұны да. Мынаның бәрін өзім жолына ауыстырғам. Сосын не айтамыз алдынан. Есіктегі динамиктер. Бұлар негізі пока для начала ғой. Бұл для начала ма? Иә, бұл пионерлер. Сосын мыналардың бәрі обшитый кожа аты келгендер. Одан кейін осы. Неге көк решение? Анда білесің ба, Форсажда бар ғой осы. Кімнің машинасы бар ғой, Nissan. Skyline. Серия көк стильді ғой мысалы. Типа сол сияқты істеген келген. Бірақ мен көк цветті сыртқа шығарғым келіп тұрған жоқ та. Сыртта типа серия черный, іші черный көк деген сияқты ғой. Сыртына ана не десесе, соның сыртында ғана суреттері бар ғой. Бір нәрсе көк көмбек шығар жазулармен. Тура сол сызықтарды істеді. Астына кішкентай жазу жазып қойса, Skyline деп ойлайды. Сосын негізі сиденьелер алда уақытта ауысу керек, электронныйға бұны күтіп отырды негізі. Қазір андай тартатын ба пока? Иә, пока өзінің заводской. Әр шығарылым сайын айтамыз біз. 30 миллиондық машиналарда да осындай тартатын кездеседі екен деп. Мерседестерде ма? Мерседестерде. Алдын айтатын осы, арқасына сосын көрсетейін. Алдын көрдіңіздер ғой, барлығын. Түк, мына жерде ютубтан. Құдайым-ау. Енді артын көрейік. Заттарын жинап үлгеріп жатыр ма дейм? Ойбай! Отсай тамыр! Мынандай сен машинаңда бар ма деген нәрсе? Мына менде жоқ қой. Жоқ па? Мына біраз S-класста жоқ қой. 30 миллион тұратын машиналарда мына жоқ қой. Мынау Lexustен алынған. Lexustен подголовнигі. Бұндай қосқан жоқпын. Lexustың, по-моему, LS қойдым. LS 460 бар ғой ше? Ескі модельдері. Менде болды осы. Сон 90-шы жылдар ма? Сенде осындай болды ма? Болды ғой. Вот сондай ғой. Танып тұрған жасың да? Осы арқасынан айтатын. Сосын негізі арқасынан атқан адам әдемі көрінеді. Өзің не бұл? Күнде дұрыс көрінген жатыр. Түнде әдемі көрінеді. Әдемі көрінеді. Кәдімгі андай рахаттанып отырасың. В будущем подсветкалар қойылады. AMG-лар сияқты ше? Мерстер сияқты. Аяққа, есікке. Қалай сіздерге ұнап жатыр ма жалпы? Менің өзімнің көңілімнен шығып жатыр. Мен Приораға кіргенде осындай көремін деп ойламай. Жақында ғана Өзбекстанға барып келдік, Өзбекский мотофест узға. Ана жақта деген шетірлі лачетти. Мерседес қытсағандар ма? Иә, сен ана жерлерінде вставкалар ғана карбон қылғансың ғой, олар машинаны карбон қылған ғой. Сол үшін бізде Қазақстанда да осындай авто мәдениеттің дамып жатқаны шынымен қуантады, иә? Бірақ кішкене қысылып отырады екенсің, менің бойымша 1.80. Енді бұл не қоян? Лада қоян. Иә, Лада, иә. Бұл Лада түсінуге болады. Телевизорды прям бүйтіп көріп отырсаң болады екен. Көз көрмейтіндерге арналған екен да? Көзін одан сайын құртам дейтіндерге. Арқасында осы, сосын негізі будущем мынау люкс стилде істеп, мына ше подголовьен түсіріп қатырып тастаймын да. Қатырып тастаймын да. Мына жерден отырып жаңағы музыка ауыстырып отыра беретін, кино ауыстырып. Жалпы машинаны қатырып тастаған екенсің. Сөйтейін деп тұрып қой негізі. Пландар жестко негізі бар ғой. Бұл пока уақытша ғой. Осы походу ішіне айтамын. Енді қалай біз моторды ашып капотты көрсетпейміз деп яғни фирменный сөзім бар еді тарап кеткен. Негізі бар ғой. Негізі бір адамдар машиналарын проектке бірдеңе дайындап жатса көрсетпейді ғой. Жарайды, мына жағынан көрсетіп жатыр, мына жақ көрсеткім келіп тұрған жоқ. Көрсеткім келіп тұрған жоқ, иә? Короче, мынаның астында бір сюрприз тығылып тұр екен. Бұның астынан айтатын особо нәрсе жоқ, бірақ 98 аттың күші бар. Жақында бір 200 пілдің, 18 ешектің ат күштерін қоссақ қоямыз. Не дейді көрсін. Мынаның астында бір нәрсе жасалып отыр екен. Сіздер тұрмақ тіпті менің өзіме көрсетпей жатыр ғой. Машинаның аты серый волк қой, иә? Астында волчата бар. Қасқарлар. Андай арулағанда тобырлар жиналып отқан сияқты десе. Сол үшін негізі қанша, көлемі қанша? Негізі пока что сток. Сток, иә? Қанша? Чип-тюнингтен бастағам негізі. 2 ма қанша бұда? Объем 1.6. 1.6 объем? 16 клапан. Инжектор? 126 мотор. Лада дейтіндер түсінеді. Қай жылғы көлік?
2009 негізі. 2009. Полный 2014 істеп жатырмын. Ал аспасы, ходовкасы полный сток қой. Ходовкасын сток емес, неге спортқа келіп жатырмын алдын. Спортшылар дайындаласың, рычагтардың барын. Негізі ол жағда кішкене бұрылған кезде де ровно бұрылады ше. Ана өзі стоктар бұрылған кезде бірінші бір балон қалып, екінші балон бұрылып жатады ғой. Артында алып кетіп пе? Егіздер сол естіріп бола ма? Сол айтатын. Все, Құдай қаласа, егер сіздер қаражатымды міне осындай көлікке арнаймын десеңіздер, міне Мади барлығын айтып беріп жатыр. Өзім 1,5 миллионға алдым, 2 миллиондай салдым. Әлде жасала береді деп. Бірақ ақшаны салып, кейін бір жүрегіңде бір сәл болса да бір қорқыныш тұрады да. Салып тастаған ақшамды ақтаймын екен бұл деп кейін сондай. Бәрібір бір күні болса бір күні жалғасын ғой көліктен андай. Конечно. Ладно, басқасын көрейінші, өсейінші, бір басқа проект істейінші деген кезде бұны ала ма, алмай ма, сол да бір сұрақ, сол жағын ойластыра кетсеңіздер, атак міне өйстіп көздің құрышын қандырып, қуантып жүре бергенге не жетсін, Тих шіркін, не деген сөз? Тамада болатын жігіт екенсің ғой сен. Мен ба? Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге деп қандай. Жалпы айтатын болса, саған рахмет. Болды айтатын нәрсе осылар. Алғысымды айтқым келіп тұр, шын жүректен кәдімгі келісе кеттік, бірден міне сіздерге көрсетейін деп, естіп Астанаға арнайы келіп, енді келесі тағы да кімді көргілеріңіз келеді, соны жазыңыздар. Мен негізі ойлағам, Ерболаттың, Жанаболовтың Rolls-Royce'ын көрсетемін деп. Егер сенде андай паталап болса, сенде андай қатқылға бүйтіп не андай не еді анау ұшатындар не еді? Звездопад? Падающий звездик болмаса, оригинал падающий звездик көрсетейін ба деген ғой мен негізі. Сөйтіп, Құдай қаласа, ол Москвада екен. Оригинал көрсетемасам да? Оригиналды көрсетемасам да, Приораның оригиналын көрсетемасам. Все, рахмет үлкен. Келескенше пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ұнады деген ойдамын. Болмаса сіздерге де көп рахмет. Менеке мені осылай сұрап, мен негізі бұлай көлікті жасалғанның ортасынан обзор менен де сұрақтандар көп ше. Мен просто бітіріп бірақ көрсетейінші деп жүргеннен кейін. Құдай қаласа Мади өзіне сообществоға алып кетіп тұр ғой көрдіңдер деп. Все. Ал, жақсы, рахмет. Все, брат.